Ассаламу алейкум, хүрметлі қараушылар. Үйгізге яқшылық. Эфирде замалар кетті халық кетместейін теле беріліш. Қазақ десе қар япқан қыр көремен, үйріліп үстінде ел ойнайған. Қарда яңған от кемік ер көремен, асруланы теренлігін бойлайған. Қазақ десе таулықта тау көремен, қарағайлы түзге шыққан салқыны, ұмықны мен онсыз тіл қау көремен, тілі де о, үйрегі де халқымның. 2010 yıl Qumuq халқыны белгілі классиги, Qumuq адабият тіліні күршісін салған. Ерчі қазақны 180 yıllık юбилейі республикада ген көйді белгіленне. Демек, республиканы көбісі шахарларыны ва юртларына шайырыны юбилейіне байлаулы эстелик, адабият ақшамлар ва yolğuvlar өткерілі. Бүгінгі беріліш 2010 yılını ақырына республика өлчеуде Ерчі қазақны 180 yıllığını bağışlanып өткерілген Аслу эстелик юбилей ақшамға бағышлана. Алимпаша Салаватов атындағы Qumuq музыка драма театрына бинасына Ерчі қазақны 180 yıllığını бағышланып өткерілген Аслу эстелик чара башланғанша алда Дағыстан интеллигенцияны вакиллері Мағаншқалы шаарыны ортасына ерлешкен Ерчі қазақны эстелик ташыны алдына гүл байламлар салды. Eriller деген bulan er bolmaz. Oktemlik bulan erler tör almaz. Erelleni üç başkadır tabunu. Argumakka ten etmeyiz yabunu. Erelleni aldığınızı ergişi. İkincisi alt erkekke bir kişi. Üçüncüsü erkektir. O sallıkka başın salgan yer kişi. Oktemlik bulan yürüp oy tapkan. Tenglilerim benden töben der kişi. Tenglilerim sizden canım kurban nep. Tegenek ottan betim burman nep. Yürüygeller koptur süysen gör kişi. Yaxşılar bulan erişip, yamallar bulan gelişip. Maqtav busa bu dövürnü sür kişi. Şairini юбилейіне bağışlanan şaqlı jayınны Dağıstan Respublikanın Paçalıq sekretari Tagibат Mahmutova girişiv söz bulan açtı. И нынешний вечер, посвященный 180-летию классика дагестанской литературы, Ильича Казака является доказательством нашей неизменной любви и уважения к нему, певцу свободы, славы, мужества и братства дагестанских народов.